Бәйтерек орта мектебі 8-ші А сынып оқушысы Кенжехан Дарын. Мен оқуға құштар мектеп жобасы аясында өзімнің сіздерге оқыған Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» романын ұсынамын. Роман темір жол бойын жағалап келе жатқан аш түлкінің сипаттауынан басталады. Сарыөзектің Боранды бекетінде 40 жылдан астам уақыт еңбек еткен Қазанғап сол күні қайтыс болады. Оның өлер алдындағы аманаты Найман ана бейітіне апарып жерлеу еді. Романда тіршілігі қызу қайнап жатқан кеңістіктерді бейнелейді. Боранды бекеті, Сарыөзек, ел, жер және де ғарыш кемесінің аспанға көтеруін бейнелейді. Осы кеңістіктердің тоғысында Боранды едігенің образы туындайды. Боранды едіге еш қиындыққа қарамай, досының аманатын орындау үшін таң атпай сапар шегеді. Жол бойында едіге өте үлкен сынақтан өтеді. Ол өзінің бұрынғы өткен уақытын бағалау еді. Едігенің бар қиыншылығы оқырманның қызығушылығын оятатындай шынайы. Едіге дүниежүзілік соғыстан кейінгі қиыншылықтарды да бастан өткерген. Барар жері, басар тауы қалмаған соң Қазанғапты кездестіріп, Қазанғаппен бірлесе отырып, соғыстан кейінгі жоқшылықты бірге көрген. Туындының шешімі аманаттың орындалмауы. Себебі Найман ана бейітінің тыйым салған зонаның ішінде қалып кетуі еді. Амалы таусылған бір топ ерлердің Қазанғаптың денесін Құмдышап деген жерге көміп кетеді. Бұл оқиға едігенің өзінің мақсатын орындау үшін жоғарыға шағымдануға кетуімен аяқталады. Осы бір керемет роман үшін мен ең биік баға беретін едім. Оқуға жеңіл, айтар ойы мол. Барлық кітап сүйер қауымға осы романды оқуға кеңес беремін.